balasısın ba? Birinci seriya. Vay, mama, bu өте керемет қой. Біз точно көштік ба? Я көштік балам. Керемет. Мама, мен жаңа мектебім бар ма? Жоқ, қызым, бұл жерде мектеп жоқ. Және бұл жазда біз мектепке үші барасыздар ғой. Не істейсің? Я болды. Мама, айтпақшы сізге бір зат айтайын ба? Я айтамын. Короче, менде бір идея бар. Қандай идея? Қандай идея? Короче, менде бір идея бар. Сендер тығызбақ ойнайсыңдар ма? Сол тығызбақ давай бүгін ойнайық та, біз байдың балаларымыз ғой. Деп айтсам айта алмаймын. Бірақ біз кедейге жатамыз, бірақ біздің ақшамыз көп. Жүрген байымыз ба сонда? Солай болып тұр енді. Енді біздің бай екенімізді ешкім білмесін. Біз барлығын өзімізді кедей қылып санайық. Сосын олар біздің істегеннен кейін біз мықты болып, олар бізге шок болып қалатын болады. Енді қазір сені тығылыңдар, ал мен санайын. 100-ге шейін сені тығылып болыңдар. Бірінші қыздың аты Ясина, мамасының қызы аты Айжұлдыз. Кішкентай баланың аты Нұрдәулет. Ал папасының аты Ердәулет. Енді қазір біз Ясинаны тығылғанын сіздерге видеоға түсіретін боламыз. Папа, санай бер! Я, балам! Мен қаққа тығылсам болады енді. Осы перденің орнына тығып болайын. Бұл не білмеймін. Шкафтың ішіне тығылсам көрмеймін. Ойбай. Давай манның ішіне тығып көрмедім секілдімін. Так, мынаның ішіне кірейінші. Болдосының ішіне тапайдешкам. Негізінде әкесі мен мамасы бол Ясинаны мусордан тауып алған. Және аттарын өздері қойған. Бірақ оның туған күні қашан екенін білмей, бүгін туған күні деп санаған. Оған олар сюрприз жасау үшін олар әдейі оны тығылдырды. Енді қазір олар бір жерге кетіп қалады және оған сыйлықтар алып келеді. Енді келесі кезекте олар кетіп қалу керек. Сол кезінде Ясина оларды іздемей ме, оны кейін көре жатармыз. Ал енді біз қазір осы 3 адамның артынан еріп видеоға түсірейік. Олар не істейді екен, қандай сыйлық алады екен, соларды бірге көреміз. Кейін видеода олар сөйлейтін болады. Дәл солай. Оператор айтқандай біз қазір кетіп қалуымыз керек. Тез кетіп қалайық, сосын қазір тез болу керек. Қызым, мен сені іздеп жатырмын. Кет, қаш. Ойбай, қаш. Екінші час.